Ассалаумағалейкум тарихсир қауым. Бүгінгі әңгімеміз Жошы хан туралы, яғни Жошы ұлысы қалай құрылды, Шыңғыс ханның Жошыға деген ұлысты қалай құрып рұқсат берді, сол жайында болады. Шыңғыс ханның жалпы толығымен солтүстік Қытайды жаулап алғаннан кейін Хорезмшахқа соғыс ашқысы келген жоқ. Оған соғыс ашудың негізгі себеп болған әлі де ғалымдар айтысып келеді. Соның бірі Қайыр ханның елші саудагерлердің байлығына қызықса, тарихшылардың жаңа тұжырымдамасы бойынша Шыңғыс ханның ең кенже қарындасы соны меркіттердің қолына түсіп азапта өлтіріп, Шыңғыс хан өте қатты жақсы көрген қарындасын қаһарына ұшырап Шыңғыс ханның меркіттерді толығымен жоюға бұйрық береді. Бірақ меркіттердің патшасының екі баласы осы отырарға қашып келеді Қайыр ханға. Жалпы Шыңғыс хан тек қана сауда саттық жасау үшін, арақатынас орнату үшін жалпы Хорезмшахпен соғыс мүлдем қалаған адам емес. Тек қана ол елуші сайдың ақылымен сауда саттық және жан-жақпен дипломатиялық қатынас орнатуды көздеген еді. Жалпы Қытай жаулап, жан-жақты Орталық Азияны жаулағаннан кейін Шыңғыс ханның империясы өсе бастады. Жан-жағына негізі өлер алдында емес, одан бұрын бөлінген еді, яғни әкімшілік аймақтарға бөле бастады. Сондықтан үлкен империя болған жерде оны бөліп басқарған тиімді көрді Шыңғыс хан. Сондықтан да әрі қыпшақтар толығымен көздері жойылған жоқ, бөлініп жатты қыпшақтар. Солармен үлкен күрес қажет етті, бірақ қыпшақтармен күрескісі келмеген Шыңғыс хан үлкен ұлы Жошыға берді. Сол жалпы сол аймақтарды толығымен, яғни Қыпшақ даласын деп Қыпшақ және одан батыс бағытын толығымен Жошының құрамына, яғни әлі де Жошы ұлысы деп аталмағанмен де Жошының қол астында болады деп саналды. Жошы туралы деректер аз. Жошының яғни шынымен туған баласы болды ма болмады ма әлі де қызу талқылауда. Негізі Жошыны, яғни анасы Бөртенің меркіттерде 2 жыл болды деп жазуы бүкіл, яғни Шыңғыс ханның туған емес баласы деп жазуы кейінгі, яғни сол кездерде жазылмаған, кейінгі 2-3 ғасырдан кейінгі жазылған жылнамаларда кездеседі. Көбісі қазіргі ғалымдардың ойы бойынша ол негіз саяси тартқы, яғни саяси тапсырыс болып табылады деп айтады. Тарихқа саясаттың араласқаны өте бұрмалау, көптеген фактілерге негізделмей саяси тапсырыстың көзбояушылыққа бой беретіні рас. Яғни Шыңғыс ханның империясы өскен сайын билікке, таққа талас деген қызу түсе бастады. Шыңғыс ханның балдары өзара ұлыс болған сайын әрі оның немерелері Шыңғыс ханның билікке қол бастап шығуға, әр баланың өзі әскер бастауға, мол әскер бастап олжаға деген талас, қызу саяси таластар басталды. Яғни кімде-кім әскер бастап жорыққа шықса, оның болашақта ұлыс алуы немесе әскер қолбасшы болуы деген ықпалы, олжаға иеленуі ықтималы көп болды. Сондықтан Шыңғыс ханның балдары мен немерелері арасында үлкен саяси тартылыстар басталды. Сарай ішінде әрине Шыңғыс хан да сезген империясының өсіп келе жатқан, тез бытырап кетпеу үшін және өзіне бағынышты болу үшін балдарының және немерелердің араларында билікті орталықтандыру, яғни өзіне тікелей өзіне бағындыру үшін әр балдарының билігін екіге бөліп отырды жан-жаққа. Яғни бір баласының бір ұлыста нақты толық билігі болмау үшін әр ұлыстан адам жинап, бірдей бір ұлыста бір баласының 2-3 баласының билігін ықтимал жасап отты. Яғни әр бала өз алдына саясат жүргізбеу үшін. Жошыны жалпы Шыңғыс ханмен арақатынасы негізі жақсы болды деп айтады, бірақ өлер алдында Шыңғыс ханмен ұрысып қалып, аралары суып кетті деп те айтады. Жошы жалпы Шыңғыс ханның Қытайға бір жорығына қатысып, кейін жорықтарға көп қатыспауға тырысты. Жошының қазіргі Ұлытауда жерленген жайлы қызу талқылауда болып жатыр. Генетикалық талдаулар бойынша Жошының кесенесі Жошы өлген бойда салынбаған деп айтылады. Яғни ол кездерде әлі олар тәңірге сенілген болды, мұсылмандықтың келмеген толыққанды ордаға сол кезде. Яғни Жошыға қойылған кесене 1 ғасырдан кейін Алтын Орданың толық мұсылмандық қабылданғаннан кейін мұсылмандық нақыштармен салынғаннан кейін дәлелденді. Жошы өлгеннен кейін суыққа барды. Шыңғыс ханның, яғни кімді-кім суыққа алып келеді, соның тамағына кендірдегіне қорғасын құям деп, әрі де қазақтардың арасында кең таралған аңыз деп те айтуға болады. Яғни сол кезде алғашқы рет ордада Кетбұға күйші барып ақсақ құлан күйін тартады. Сондықтан да домбыраның қорғасын құйып домбыраның тесігі пайда болады деген сол жорамал әрине дұрыс болып келеді. Ол жайлы жылнамаларда жазылған. Көп жазбаларда, яғни
жошы кейбіреулерін улап өлтірді дейді, яғни Шыңғысхан аралары суып кетіп. Кейбір тұжырымдау бойынша жошы ауырып өлді деп айтады, яғни жошы негізі 40 жасқа жетпей қайтады. Жобамен 1225 или 26 жылдар жобамен. Қазіргі Ұлытау облысындағы жерленген жошы. Үлкен қорым бар, жалғыз жошы емес. Тұжырымдау бойынша ол кейінгі ұрпақтарда жерленген. Сондықтан да осы үлкен кесене тұрғызылу мұсылман нақышында соған дәлел болып табылады. Жалпы жошы толығымен қыпшақтарды бағындыра алмайды. Кейінгі толық бағындыру оның екінші жолы батысқа деген жорықтарымен толыққанды қыпшақтардың көбісін бағындырады. Ағайын, мен арнамды қолдап, осының алдында Шыңғысханның өмірі туралы видеолар бар, оларды қарай аласыздар. Және мына осыдан кейін жошының ұлы Батый жайлы толыққанды видео болады. Арнама жазылып, каналыма тіркеліп, жан-жаққа группаларға таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосар едіңіздер. Рахмет, тыңдағандарыңызға көп-көп.